Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз ол гидроксид. Гидроксид деген не деген сұрақ қоятын болса, сіздер былай жауап берулеріңіз тиіс. Ол металл катионнан, яғни натрий плюстан, сонымен қатар гидроксо групптан, яғни OH минустан тұратын қосылыс. Жалпы қосылыстарға назар аударатын болсаңыздар, қосылыстардың толық заряды немесе жалпы заряды нөлге тең әрдайым. Мысалы, натрий ол плюс, ал OH ол минус. Плюске минусты қосатын болсаңыздар 0 береді. Дәл солай мысалы магний гидроксидін қарайтын болсаңыздар. Магнийдің заряды 2 плюс, ал OH-тікі минус 1. OH-тің минус 1 қайдан шыққанға назар аударатын болсаңыздар, ол оттегі мен сутектен тұрады, ал оттегінің заряды минус 2, ал сутектікі плюс 1. Минус 2 плюс 1 неше береді? Ол минус 1-ді береді бізге. Осы жерден OH минус болып шыққан болатын. OH-тың заряды минус 1, ал магнитікі 2 плюс. Валенттілік сияқты айқас өтеді. Осы жерден OH-тың жақша сыртына 2 деген индекс қойылады. Келесі, негіздердің жалпы бөлінуіне назар аударыңыздар. Негіздер суда ерігіштігі бойынша суда еритін, еритін және де еремейтін болып бөлінеді. Ерейтіндер ол сілтілер деп аталады басқаша. Олардың құрамында сілтілік элементтер жатады. Егер де естеріңізде болса, 3-ші тоқсанда біз сілтілік элементтерді қарастырған болатынбыз. Сілтілік элементтер дегеніміз ол бірінші топтың металдары. Оның мысалы ретінде натрий, калий, литий тағы да басқа элементтер. Яғни олардың гидроксидтері суда ериді, сол себепті ол сілтілік металдар немесе сілті деп аталады олардың негіздері. Келесі, еремейтіндерге назар аударатын болсаңыздар, олар цинк гидроксиді, алюминий, бірінші мен екінші топтың элементтерінен басқа элементтердің негіздері еремейтін деп атауға болады, немесе кітаптың артындағы ерікіштік кестесінен қарасаңыздар болады. Келесі, негіздер күштілік бойынша екіге бөлінеді. Күшті және де әлсіз болып. Әлсіз деп қояйын. Осы жерден ажыратудан бұрын диссоциация деген ұғыммен танысайық. Диссоциация дегеніміз ол қандай да бір қосылыстың иондарға жіктелуі. Мысалы, натрий гидроксиді қандай иондардан тұрады? Ол натрий плюс және OH минустан тұрады. Ал су дегеніміз OH минус және де H плюс. Осы жерден OH минус судың OH натрий плюсын жалпы өзіне қарай тартады. Ал OH минусты сутегі заряды өзіне қарай тартады, сөйтіп натрий гидроксидінің арасындағы мынау байланыс үзіледі деуге болады. Ол диссоциация деп аталады. Егер де толығымен диссоциация жасайтын болса, олар күшті негіздер деп аталады. Олардың мысалы ретінде кез келген сілтілерді алып келсеңіздер болады. Ал әлсіз ретінде олар диссоциацияға толығымен ұшырамайды немесе мүлдем ұшырамайды. Олар мысалы феррум гидроксидін атауға болады. Келесі, осы негіздердің қалай алынуына немесе олардың қасиеттеріне назар аударайық. Суда ерімейтін негіздер, жаңа айтқандай, олар түрлі түсті болып келеді. Мысалы, феррум гидроксиді ол коррозияға ұшыраған темірдің түсі болады ғой, қоңыр түсті, дәл сондай. Ал никель гидроксиді жасыл түсті, міне көріп тұрғаныңыздай. Сосын купрум немесе мыс гидроксиді көк түсті болып келеді. Келесі, сілтілер де қатты заттар, бірақ ол күйдіргіш болып келеді. Мысалы, сілтілердің қайда қолданылуына мән беретін болсаңыздар, натрий гидроксиді ыдыс жуатын сұйықтықта қолданылады. Егер де адамның терісі сезгіштеу болатын болса, оның қолын күйдіріп жібереді немесе күлдіретіп жібереді. Сонымен қатар осы сілтілердің гигроскопиялық қасиеті бар. Гигроскопиялық қасиет дегеніміз ол суды сіңіреді. Яғни суды өзіне қарай тартып алады. Гигроскопиялық қасиетке ие қышқылдарды айтатын болсақ, ол өткен сабақта қарастырған. Ол жалғыз ғана H2S4 немесе күкірт қышқылы. Келесіде негіздердің қалай алынуына мән берейік. Біріншісі, ол қандай да бір металға суды қосатын болсақ, су ол бізге гидроксидті береді. Егер де ол бірінші топтың элементі болатын болса, ол кезде ол плюс сутегі газын береді. Ал қалған кезде тек мынау формула ғана жұмыс істейді. Ал екінші алу тәсілі ол қандай да бір негіздік оксидке суды қосамыз, одан гидроксид түзеді. Көріп тұрғаныңыздай, одан гидроксид түзеді. Ал өткен сабақта қарастырдық, егерде қышқылдық оксидке суды қосатын болса, қышқыл береді. Атау айтып тұрғандай, егерде негіздік оксидке суды қосатын болсаңыздар, негіз береді. Келесі, ең соңғысы,
бұл сілтілер мен тұздардың әрекеттесуі арқылы. Осы жерден біз мысалы элемент, оттек, гидроксид, қышқыл және де тұз. Осының ішінде әрбір элемент тұзға, яғни тұздың құрамында болуға ұмтылады. Тұз гидроксид пен қышқылдан тұрақтырақ, ал олар оксидтен тұрақтырақ, ал оксид элементтен тұрақтырақ. Енді осы жерде салыстырайық. Бізде натрий мен хром берілген. Осы жерде кім күштірек металл? Хром ба әлде натрий ма? Егер де белсенділік қатарына назар аударатын болсаңыздар, натрий болып шығады. Келесі хлор анионы мен гидроксид анионын салыстырайық. Осы жерде хлор минус қышқыл қалдығы, яғни ол тұздың құрамында кездеседі. Келесі OH минус ол гидроксидтен келген. Сол себепті кім тұрақтырақ? Тұз ба әлде гидроксид ба? Әрине тұз. Дәл осы жерден хлор минус жеңіп тұр. Сондықтан күштілер бірге болуы керек деген қағиданы еске түсірейік. Осы жерден натрий хлор түзеді, сонымен қатар хром OH3 гидроксиді түзіледі. Жеке сабақ жөнінде ТЖБ мен БЖБ шешу жөнінде сұрақтар туындайтын болса, астындағы нөмірге жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар. Сіздермен болған не керек?